Мен Алданиязова Нұргүл Нысанбекқызы, номері 2 жалпы білім беретін мектептің педагог-дефектологымын. Педагогикалық идеялар фестиваліне алып келген жобаның тақырыбы ерекше білімді қажет ететін бастауыш сынып балаларының танымдық іс-әрекетін ойын жаттығулар арқылы дамыту жолдары. Бағыты психологиялық сандықшасы. Жобамның мақсаты балалардың танымдық ойлау әрекетін дамытушы құрал жайлы мәліметтерді жинақтау. Міндеттері: балалардың танымдық ойлау әрекетін дамытушы құралдарды зерттеу маңызын анықтау. Балалардың танымдық ойлау әрекетін дамытушы құралдары туралы зерттеу, талдауларды жүргізу. Алға қойған мақсатқа жету жолында келесі міндеттер шешіледі. Психологиялық категория ретінде ойлау ұғымын беру, ақыл-ой әрекетінің психологиялық және олардың бастауыш мектеп жасындағы баланың оқыту үшін практикалық маңыздылығын қарастыру. Бастауыш мектеп жасындағы баланың ақыл-ой әрекетінің ерекшеліктері және олардың оның оқыту үшін пайдалануға анықтау. Бірінші сынып оқушылары үшін психологиялық жайлылықты қалыптастырудың формалары мен әдістерін олардың танымдық дамуын факторлар ретінде анықтау. Қазіргі дидактикалық ақыл-ой әрекетін белсендіретін әдістер мен әдістерді жіктеудің бірнеше тәсілдері бар. Кейбір факторлардың әдістерін жіктеу білім алу кезінде негізделген. Ауызша, көрнекілік, практикалық және ойын әдістері. Бабанскийдің ұсынған классификацияға жалпыға бірдей танылған, ол барлық оқыту әдістерін 3 топқа бөледі. Оқу-танымдық қызметін ынталандыру әдістері, оқу-танымдық қызметін ұйымдастыру әдістері, оқу процесін бақылау және өз-өзін бақылау әдістері. Балалардың танымдық белсенділігі мен ойлау белсенділігін сәтті дамыту үшін балалардың арнайы жағдайларын жасау қажет. Біріншіден, танымдық қызығушылығын қалыптастыру ақыл-ой белсенділігінің негізгі әдістері бірі болып табылады. Сондықтан, ойлау қабілетті мотивациялық негізін дамыту қажет. Оқуға деген құштарлықты ояту үшін мен балаға жақын және түсінікті мотивацияны қолданамын. Мысалға алатын болсақ, ертегі терапиясы. Бұл жерде ертегі терапиясында мен шалқан ертегісін аламын. Қиылған қиынды суреттер кейіпкерлерді ала отырып, балаларға жапсырма әдісімен ертегіні түсіндіру арқылы кейіпкерлерді жабыстырып отырамыз. Яғни суреттер арқылы әңгімелеп есте сақтаудың қабілеті және ертегіні осы суреттерді жабыстыру арқылы ертегіні аяқтаймыз. Ойын мотивациялық ойыншықтар мен ертегі кейіпкерлердің олардың мәселелерін шешуге көмектеседі. Қарым-қатынас мотивациясының ерекше адамға көмектесу жайында жеке қызығушылықтың мотиві. Танымдық мотив жаңа қызықты нәрсені үйретуге, бір нәрсені үйренуге деген ұмтылыс. Құм терапиясы баланың ішкі күйзелісін арылуға, өзін ретке келтіруге көмектеседі. Яғни құм терапиясында балалар құмға әріптерді жаздыруға, сурет салуға көмектеседі. Тапсырмаларды балалардың сөйлемдерді құрастыру, яғни тапсырма берген кезде сөйлеуді қажет ететін балаларға, мысалға сурет арқылы балаларға бағдаршам арқылы жеткізу. Бұл тапсырмалар сұрақ тапсырмалары, яғни оқу әрекетінде орын алу деңгейі мен хабардарлығын арттыруға көмектеседі. Ақыр соңында әр бала өзіне алдағы іс-әрекеттерін жоспарлауды үйренуі керек. Балалармен танысу, сабақтарды балалармен жұмыс жасауға барысында көкжиек кеңейіп, қана қоймай ойлау операцияларды дамиды. Белсенді сөздік байылтады, танымдық белсенділігі дамиды. Балалармен тағы жаттығу тапсырмаларында ойын істерін тағы да қолданамын. Бөліктерден бүтін, яғни ақылы суреттің жартысын табу арқылы жабыстыру. Жабайы жануарлардың көлеңкесін табу, яғни жабыстыру. Екінші әдісіміз бұл танграмм әдісі. Бөлікке бөлінген шаршы жазық элементтердің қиыстарын отырып, көптеген жаңа пішіндер алуға болады. Мысалы, геометриялық жануарлардың, адамның тұрмыс үй заттарының кескіні. Осы ой жұмбақ, ақыл-ой және шығармашылық қабілеттерін, комбинаторлық қабілеттілігін, логикалық ойлауды, зерделілікті, тапқырлықты, сонымен қатар шыдамдылықты және ұсақ моториканы дамытады. Мақсатты пәндер мен практикалық қызметте үстел ойындары. Лото, 4-ші қосымша, кім қайда тұрады, біз қайда өсеміз, мақсатты бейнелерді манипуляциялау.
Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың математикалық дағдыларын қалыптастыру, сан мен пішіндердің байланысын көрсету мақсатында қолданылатын номикон жиынтығы. Бұл әдістеме құралдың ең басты қасиеті білім алу барысында есту, көру, ұстап көру қабілеттілігі және қимыл қозғалысы мен сөйлеу әрекеттердің бір мезгілде жұмыс жасайды. Себебі құралды түсіне қарай ажыратуға болады. Сандық ерекшеліктен көрсететін баланың саусағы сиятындай тесіктерде бар. Тақта мен сан мен жұп сандарды көру арқылы ғана ажыратуға болады. Санның құрамын құрастыру арқылы анықтауға да болады. Номикон құралымен орнатылатын негізгі жұмыстар: қосу, азайту амалдары, тақ сан мен жұп сандарды ажырату, сандық құрамды анықтау, салыстыру амалдары, бөлу, көбейту, пайыз бенің бөлшек ұғымдары, ондық санды анықтау, уақытты бағдарлау. Жоғарғы айтылған әдістер бойынша балалардың танымдық қабілеттерін, зейінін есте сақтау, қиялы қабылдауын, ойлауымен қатар саусақ моторикасын дамытады. Назарларыңызға рахмет.